Сәлем достар, татуировка тері астына бояуыштарды ендіру жолмен жасалатын адам денесіндегі сурет. Біз бүгін сіздерге татуировканың зиянды екенін және оның қайдан пайда болғанын айтатын боламыз. Татуировканың шығу тарихы палеолит дәуірінен басталды. Ол кездері адамдар татуировканы бірін-бірін тану үшін салған болатын. Ал қазіргі таңда оны зұлым рухтардан айырмашылық ретінде және қорғаныс белгісі ретінде әрекет етеді. Ал кейбірі әдемілік үшін салады. Мысалы, мына адам өз басына 3D татуировкасын салған болатын. Және татуировканы адамның денесіне инені кіргізіп салады. Ал егер сол инеде татуировканың инфекциясы қалып қалса, онда адамға сол жағдайда қиын болып қалады. Бұл жай ғана бірінші зияны. Ал енді ең қорқыныштысы, татуировкаға күтім жасамаса, онда осындай болады. Сонымен қатар ислам дінінде де татуировка, яғни денеге сурет салу тыйым салынған. Кейбір адамдар татуировканы салып бірнеше айдан кейін кетіргісі келеді. Алайда одан құтылудың жолы тек біреу, ол лазермен кетіру. Оның қандай қорқынышты екенін мінекей көріңіз. Дәрігерлердің айтуы бойынша бұл жұқпалы ауруларды таратуға себепші болады. Және адам тері рагына шалдығуы мүмкін. Сонымен қатар адамның денесіндегі салынған сурет қаншалықты үлкен болса, оның тарттырар азабы да соншалықты көп болады. Және көбіне адамдар жын-шайтанмен ойнап осындайда суреттерді салып жатады. Алайда татуировканың кетуі өте қиын. Және татуировка адамның өмірін қысқартады. Достар, сіздердің денелеріңізде татуировка жоқ болса, онда дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Және қоңырау шантты басуды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.